Сәлем достар, бұл видеода AliExpress сайтынан көптеген қызықты және таң қалдыратын заттар туралы айтамыз. Видеоны соңына шейін көріп, бір смартфон ұтып ал. Сонымен бастайық. Бұл қол сағаты. Бұл аксессуар жай ғана қағаз сияқты көрінеді, бірақ бір жағынан күлкілі де көрінеді. Бұның бір ерекшелігі, бұл жерде сағат орналасқан, және де суға салсаң, кәдімгідей қағаз сияқты суды қамтиды. Қағаз сағат десек те болады, бірақ тексеру барысында бұл судан қорықпайтын қағаздан жасалған. Демек, бұл суда да жұмыс істей береді. Ауа райының күрт өзгеруінен, жаңбырдан, қардан шыны тазалағышыңыз өз функционалдығын жоғалта ма? Ал онда сүрткіш сатып ала беретін ақша пышақ келмей ма? Онда шешімі бар. Мына сүрткіш тазалайтын пышақ көмек береді. Бұл бұрынғы жаңа қалпындағы жағдайын қайта қалпына келтіреді. Анығырақ, шыны тазалағышты қалпына келтіргіш. Әйнек тазалағышты алып, сосын тазалағышты бірнеше рет серпінмен жолақпен өткіземіз. Сосын шыны сүрткішті майлықпен сүртеміз, қалдық кірлерді алып тастау үшін. Сосын артқы сүрткішті де осы процедураны қайталаймыз. Сонымен сіздің сүрткішіңіз бұрынғы қалпына енді. Сіз танымал анимациялық көлік сериалын көрдіңіз бе? Көрсеңіз, тура сол фильмдегі көліктің шынайы түрі, дөңгелектерімен қозғалып, сонымен қоса көзін қисайтып, 30 монолог айтып, сезгіш қасиеті бар. Шынайы көлік сияқты. Бұл түзу жолда сағатына 15 км жүре алады. Керемет емес пе? Жарысқа дайын көлік. Бұл механикалық үгіткіш. Қысқаша айтқанда, көкөністерге арналған үгітпе мен ет тартқыш гибрид. Автор кім екенін білмеймін, бірақ ол жарады. Тиісті деңгейде ойлап тапқан. 2 ай қолданыс қорытындысында ештеме болмады. Тура жаңа қалпында жұмыс атқарады. Құрылысы қатты қиынды емес. Бар болғаны 7 бөлшектен тұрады. Негізгі корпусы, тұтқасы, табаны және 3 барабаны. Тек 2 байланыс арқылы шырт еткізсеңіз болғаны. Жұмысқа тас түйнек дайын. Керемет зат, алуға болады. Бұл терезенің ашылып жабылуын бақылауға мүмкіндік беретін ақылды датчик. Құдай сақтасын, бірақ біреу терезеден ашып кірсе, онда сіз смартфоныңызға хабарлама келіп түседі. Ол 2 бөліктен тұрады. Магниттің және сенсорлық датчигі. Ол магнит арқылы бекиді. Ол терезе жақтауына орналасады. Магнит бір-бірінен ажыратылғанда тиісті ақпарат телефоныңызға көрсетіледі. Бұл әрине жеке күзетке күшті, бірақ ашулы итке ештеме жетпейді достар. Селфи таяқшасымен қоштасатын сәт келді. Ол қолды ауыртады, ыңғайсыз. Сіз селфиге әуесқой болсаңыз, онда сізге селфи дроны керек. Ол 20 метр биіктікке көтеріліп, бір орында қалыпта тұрып, түп-түзу қалпын сақтай алады. Және иесінің қолына керемет әрі ақырын ғана қонады. Сурет алу схемасы мынадай. Бірінші дронды іске қосып, және телефон арқылы қалаған ракурсты таңдайсыз. Таңдағаннан кейін селфи таймерге қойып, сосын смартфонды алып тастап, түсірілімге орналасасыз. Болды, сіздің селфиіңіз дайын. Сен әлі спейнер айналдырасың ба? Қош! Заманнан қалма достым. Бұл қалам әдеттегіден гөрі қызықтырақ. Оның икемді бөлшектері мен алып салынбалы магниттары бар. Оларды өзара құруға болады. Магниттермен антистрестік күші де бар. Бұдан қызықты заттар жасауға болады. Иілтіңіз, басыңыз, бұрыңыз. Ол бәрібір бұзылмайды. Бұл қорап тосын сыймен. Ерекшелігі, қобдишаны ашқанда қорқынышты өрмекші немесе жәндіктер шығады. Құдды шынайы сияқты. Бірақ ол әлбетте ойыншық. Ол оған қарамастан адамдарды өлердей қорқытады. Егер сен достарыңмен қалжыңдасуды шешсең, алдымен әзіл түсіне алама, соған көзіңді жеткіз. Әйтпесе, сіз одан ұзаққа қашасыз. Немесе оны жай ғана үстелге қоя салсаңыз болады. Қызығушылық танытатын адамдар міндетті түрде ашады. Ашып қалғанда қақпанға түседі. Я, ол өзі кінәлі.
жай ғана кетіп қалсаң да болады. Сугру бұл өздігінен қатаятын резеңке. Оны қолмен бір пішінге келтіресіз, сосын ол резеңке тас болып қатып қалады. Бұл 24 сағат ішінде жүзеге асады. Ол әр түрлі түсте болады, және де қалаған түсті таңдап алуға болады. Қорытындылай келе, сугру бірдеңені тез жөндеу керек болса, сол жағдайда таптырмас көмек 24 сағатта қалаған затыңызға айналады. Ерекше зат. Бұл шынайы кәмпит өлшемімен бірдей болатын сыртқы батареялар. Суға төзімді, қалтаңызда үлкен орын алмайды, және де бас жағы магнит түрде жасалған. Бұны ойлап табушылар көп қуат керек емес, ықшамдылыққа көп көңіл бөлген. Ұнағаны бұл смартфонды 30-40%-ға дейін толтыра алады. Бір банкада кем дегенде 4 батарея болады. Ол жанағы үнемі сізге жетпейтін пайыздарды көтеретіні сөзсіз. Осы затты көрсеткенде, кәмпит дегенде тәттіні сүйетін қауым мынаны кәмпиттеп қалса, комментарияға плюс қойып кет. Атыңды біліп жүрейік. Мүмкін бұл мен көрген ең жағымсыз зарядкалар шығар. Сыртқы көрінісі 60 см шынайы бір сорғыш затқа ұқсайды. Құбыжықтың қолы сияқты. Қызығы сырты адамның терісі сияқты. Қуат көзіне смартфонды қойсаңыз, телефонды жұтып атқан сияқты қозғалады. Я желкенішті ме? Ал біреуге қызық. Үйіңіздегі кілем әрдайым еденнен сырғып, майысып, сырғып жатқанда жаман ашуланасыз ба? Ол көңіл күйді бұзып қана қоймай, ондай қарқынмен мүгедек болып қалуы да мүмкін. Әрине, дегенмен шешімі бар. Кілемдер үшін тырғанауға қарсы бұрыштар. Бұл резеңкелі бұрыштар кілемнің төрт жағына бекітіледі. Жинақы резеңке төсеміне кіреді. Бұл керемет зат, бірақ оны алу үшін кілемнен құлап бір жерін ауыртып алу керек емес пе? Одан кейін барып сіз аласыз. Ал оны болдыртпай алуыңыз екіталай. Ал енді сіз құламай алып қоямын десеңіз, ссылка видеоның астында. Бүгінгі күннің басты қызығы батареялар жалғанған жанғыш кірпік. Я, кірпіктер. Олар екі бөлшектен тұрады. Басқарушы және доғалы түрде екі жолақ. Оның сым арқылы кішкентай ғана басып өшіруге болады. Және қосымшасы бар. Оның 12 жану түрі бар. Және кез келген түске ене алады. Прикинь. Керемет браслет мультибол. Түп нұсқасы 30-40 мыңдай тұрады. Ал Қытай нұсқасы әлде қайда арзан. Айырмашылығы қатты көп емес. Темірде және әр қолданыста із қалуында. Білезікке 29 нұсқа кіреді. Оның ішінде әр түрлі өлшемді кілттер мен бұрағыштар, тіпті терезе сындырғышта бар. Ер адамның қолына бұл браслет нәзік болуға тиісті. Бұл көлікті көтеруге арналған үргіш батут. Данкраттың рөлінде. Егер көлік жүргізу барысында төтенше жағдай болса, онда сіз үрмелі батут арқылы машинаны өз көлігіңізді көтеріп, дөңгелекті ауыстыра аласыз. Көлікті 30 секундта көтереді. Өлшемі әр машинаға жеке табуға болады. Huawei Mate Pro 10. Бұл қытайлықтардың 18-ден 19-ға қатынасындағы алғашқы смартфоны. Менің ойымша, бұл туралы көп адам естіген шығар. Сондықтан мен өз подписчиктерімнің арасында осы смартфонды ойнатқым келіп отыр. Ұту үшін шарттар мынадай. Оп-оңай. Видеоға лайк басып, каналға жазылып, осы видеоны 2 досыңа жіберіп, міндетті түрде комментария жазу қажет. Рандомайзер жеңімпазды табу үшін. Ал достым, сәттілік. Қорытындысын видео ретінде каналға саламын. Келесі кездескенше, амандықта жүздескенше достар.